Сіз Айсара Нұржанның эгоны тәрбиелеу медитациясындасыз. Артық адамдарды бөлмеден шығарыңыз. Немесе табиғаттың аясында болсаңыз, оңашаға кетіңіз. Ешкім мазаламасын. Ештемеге алаңдамаңыз. Дауыстарды, дыбыстарды, телефонды өшіріңіз. Терезелерді жабыңыз, есікті кілттеңіз. Өзіңіз құбылаға қарап тіп-тік отырыңыз. Омыртқаңыз ғаршыдан энергияны алатындай болсын. Молдас құрыңыз. Екі алақаныңыз екі тізеңізге, саусақтарыңыз жоғарғы қарата орналассын. Саусақтың ұшы арқылы Құдайдың ғаршыдан түсетін энергиясын қабылдайсыз. Енді көзімізді жұмамыз. Бойымызды босатамыз. Бүткіл контроль деген нәрсені шығарамыз. Эгоның ең үлкен ерекшелігі ол барлығын контроль жасағанды жақсы көреді. Қазір әр деміңізбен нені басқарғыңыз келеді, нені билеп төстегіңіз келеді. Сол энергетикалардың барлығын, сол қысымдарды бойыңыздан босатыңыз. Ең әуелі жақсы таза ауаны ойша жұтыңыз. Ауа бойыңызға таралсын, деміңізді ұстап тұрасыз. Таза ауа бүткіл бойымыздағы эгоның қысымдарының барлығын гиперконтрольді аузымызбен шығарамыз. Осылайша бірнеше рет демалып, ауаны бойымызға таратып, эгоның бүткіл зажимдарын, блоктарын, гиперконтрольдарды қай жерде сезініп тұрсыз? Жүректе ма? Іште ма? Кіндікте ма? Құйымшақта ма? Жоқ әлде мида ма? Тамақта ма? Көзде ма? Қай жеріңізде қысым сезініп тұрсыз? Соны ауамен босатып шығару керек. Бұл эгоның контрольдары, эгоның құрсаулары. Бойымызды сол құрсаудан босатамыз. Бүгіннен бастап сіз ештемені бақыламайсыз. Бүгіннен бастап сіз ештемені басқармайсыз. Бүгіннен бастап сіз ештемені билеп төстемейсіз. Ешкімнің өміріне де қол сұқпайсыз. Ешкімге ақыл үйретпейміз, ешкіммен шаруамыз жоқ. Бүгіннен бастап тек өзімізбен айналсамыз. Сол үшін бойымыздағы гипербақылауды босатыңыз. Ештеме бойыңызда қалмасын. Кімді басқаратын едіңіз, нені билеп төстейтін едіңіз, соның энергиясы түгел бойымыздан шығып кетсін. Әбден демімізді реттеп болған соң, қазір бұл дүниеде не нәрсеге ризасыз? Алла тағалаға не үшін ризасыз? Соны есіңізге түсіріп, бір-бірлеп, әрқайсысына бөлек-бөлек ризамын деген сөзіңізді айтыңыз. Мысалға, мені өмірге әкелгеніңе ризамын, Алла тағалам менің. Маған ата-ана бергеніңе ризамын. Мені ата-анам тәрбиелегеніне ризамын.
Менің ата-анам бұл дүниеде барлығына ризамын. Бұл дүниеде болмаса да, әйтеуір менің өмірімде болғанына ризамын. Бауырларым үшін ризамын. Әр сәтім үшін ризамын. Жарым үшін ризамын. Қандай адам болса да. Балаларым үшін ризамын. Немерелерім үшін, келіндерім үшін де ризамын. Денсаулығым үшін қандай болса да ризамын. Әр таңды атырып, әр кешті батырып жүргеніме ризамын. Тыныш, бейбіт мемлекетте өмір сүріп жатқанымызға ризамын. Көк байрағымыз желбіреп тұрғанына ризамын. Қазақстанымыз тәуелсіздік алғанына ризамын. Біреудің боданында өмір сүріп жатпағанымызға ризамын. Түрмеде отырмағанымызға ризамын. Ахмет, Міржақып, Мағжандардың күнін кешіп жатпағанымызға ризамын. Аштық көріп жатпағанымызға ризамын. Тамақтың жоқтығынан қырылып жатқан мыңдаған, 100 мыңдаған адамның қатарында болмағанымызға ризамын, Алла тағалам менің. Соғыста қырылып жатпағанымызға ризамын. Жер сілкінісінің астында езіліп жатпағанымызға ризамын. Қандай қиындықтар келсе де тірі қалғанымызға ризамын. Әр сәт сайын сенің махаббатыңды, сенің назарыңды сезінгеніме ризамын. Ата-анамның белінде және ішінде, солардың қанында айналып жүріп, осы дүниеге келіп, қазақ болып туғаныма ризамын. Мұсылман болғаныма ризамын. Көзім көретініне ризамын. Аяғым жүретініне ризамын. Қолым ұстай алатынына ризамын. Табаным жерді, топырақты сезе алатынына ризамын. Жүрегім сүйе алатынына ризамын. Миым ойлана алатынына ризамын. Бойымда ағып жатқан қаным үшін ризамын. Жүрегімде соғып тұрған жаным үшін ризамын. 10 жылдап берген тағдырына, ғұмырына ризамын. Бойымдағы әр орган үшін ризамын. Өзіңіз де осы ризашылыққа қосарыңызды қосып, тағы бір 2 минуттай жан дүниеңізден Құдайға деген барлық ризашылығыңызды шын жүректен шығарып жеткізіңіз. Мүмкін болса, жылап отырып, еңіреп отырып, еңсеңізді жерге тигізе отырып, риза бола отырып, қуана отырып, бақыттан басыңыз айнала отырып, эмоцияларға беріле отырып айтсаңыз, Алла тағала қалайда естиді. Және сіздің эгоңызды тәрбиелейді, және сізге бұрынғыдан да артық махаббатын, ырзық нәсібесін, берекесін жібереді.
Сіз қазір эгоны тәрбиелеуші ризашылық медитациясын жасадыңыз. Эго деген нәрсе өте жалыққыш, тойымсыз, шексіз өседі. Сондықтан да оны тұрақты түрде Эверест тауына жетпес үшін, ең соңында сіз оны емес, ол сізді басқарып кетпес үшін тұрақты түрде ризашылығыңызды білдіріп тұрыңыз. Сіз ризашылығыңызды ғаламға, ғаршыға, Құдайға, айналаға, ата-анаға, өзіңізге, жаныңызға, тәніңізге айтатын болсаңыз, сіздің ішіңіздегі нәпсінің бірнеше басы шабылады, азаяды. Жылан терісін қалай тастайды, дәл солай сіз де ескі теріден тазарасыз. Осылайша жаңа деңгейлер мен жаңа дәрежелерге шығасыз. Алла жар.